Егер сіз оны жағажайда көрсеңіз, дереу қоңырау шалыңыз. Біздің планетамыздың 70% судан тұрады. Су құрамының ең көп бөлігі мұхиттар мен теңіздер. Адам үшін өйткені ол жер күтілмейді. Сондықтан сіз бәрін жасауыңыз керек. Сәлем достар, сіздермен Топ Қазақ. Бүгінгі біз сіздерге теңізде өмір сүретін ең қауіпті және улы 9 тіршілік иесі туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Достар, сіздерге кішкене бір өтінішіміз бар. Осы видео бастамай тұрып, әрине каналға тіркеліп, және қасындағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біз үшін өте керемет болар еді. Сондықтан давайте каналға тіркеліп қояйық, ал ендеше бастаймыз. 9-шы орында сүйел немесе тас балықтар. Сүйел бұл адамның сыртқы түріне мән бермейді. Бірақ егер біреу оның тыныштығын бұзса, ол оған мүмкіндік бермейді. Артқа қанатында орналасқан 13 ұлы тікендер бар. Олар адам өміріне өте қауіпті болуы мүмкін. Және оларда улы бездер өте мықты дамыған. Хвоста немесе құйрықты қол. Бұл өте ерекше формадағы тіршілік иесі бірден тартады. Олар мұхиттар мен теңіздерде тіршілік етуі мүмкін. Мұхиттар мен теңіздердің өлшемдерінің кейбір түрлері 7 метрге дейін жетеді. Олардың түсі қоршаған ортамен өте жақын үйлеседі. Сондықтан сіз оны байқамай қалуыңыз да мүмкін. Жолақты хирург. Жолақты хирург өте әдемі балық. Ұзындығы 40 сантиметрге дейін кішкентай. Ол тынық және үнді мұхиттарында өмір сүреді. Балықтың бүйірінде сары көк жолақтар бар. Оған қол тигізу үшін созылып жатқан қолына қараңыз. Бірақ сіз ешбір жағдайда бұны істемеуіңіз керек. Себебі оның құйрығы өткір. Және жылына 50 мыңға жуық адам осы балықтан зардап шегеді екен. Балық бақасы. Сұлулықтың балық бақасынан гөрі ауыр және ұсқынсыз екенін елестету қиын. Бірақ бұл балықтың аузы құлаққа дейін созылып, бүкіл денесі өсінділермен жабылған. Ұзындығы жарты метрге дейін және тірі салмақтың барлығында 3 килограммнан көп емес. Бұл балықтар Атлантиканың батыс бөлігінде, соның ішінде ақ жағажайларда тіршілік етеді. Көк сақиналы 8 аяқ. Түрдің атауы сары терідегі жануарлардың көк сақиналарының ерекше түсімен байланысты. Бұл Жапонияның жағалау суларында тұратын жыртқыш 8 аяқ. Олар өте агрессивті болып табылады. Оның терісінің түсі қоңырға айналады. Ал көк сақиналар одан әрі жарқырап, жылтырай бастайды. Куба медуза. Куба медузалардың көптеген түрлері бар. Көптеген медузалар әсіресе улы болып табылады. Өйткені үлкен теңіз арасы ең күшті ұл болып келеді. Ол оңтүстік шығыс Азиядан табылған және ол 60-тан астам адамды өлтірген. Өлім саны әлемнің басқа аймақтарынан қарағанда әлде қайда көп болып көрінеді. Өлім жүректің тоқтап қалуынан пайда болады. Өйткені адам шағып алғаннан кейін 5 минуттан аспайды. Шағудың өзі бір ыстық үтік секілді. Сондықтан абай болыңыз. Ақ акула. Бұл қажет емес балық десек те болады. Тіпті теңіз көрмегендер де жегіш балық екенін біледі. Оның ұзындығы тіпті метр болса, ал салмағы 2 тоннадан асады. Өте опасный балық. Теңіз кірпісі. Сіздердің көпшіліктеріңіз осы құбыжықтарды мейрамханаларда кездестірген шығарсыз. Бірақ олардың кейбіреулері бұл планетадағы ең қауіпті жаратылыстардың бірі. Өйткені олардың ұлы өте қауіпті. Егер ол сізге шабуыл жасаса, теріге еніп болғаннан кейін олар көбінесе құрбанға айналуды жалғастырады. Бұл кірпінің зардабы өте ауыр. Нәтижесінде сіз тыныс ала алмауыңыз мүмкін. Сондықтан сіз оны жағажайда көрсеңіз, онда дереу қайтқаныңыз жөн болар. Конус ұлуы. Ұлудың қандай да бір түрі бүкіл планетамыздағы ең ұлы тіршілік иесі екенін елестету қиын. Ол тропикалық суларда тіршілік етеді.
және жерорта теңізінде кездеседі. Олардың көпшілігі үнді және тынық мұхиттарын, сондай-ақ Жапон, Кариб теңізі мен Қызыл теңізінде мекендейді. Бұл сізбен біздің өмірімізге өте қауіпті. Сондықтан жағажайда демалған кезде өте мұқият болыңыз. Сонымен достар, бүгінге осы видео аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, әрине лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы видео ұнады ма, комментке өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.